1982 жылдың қазан айы. Сарыарқаның теріскейінде әдеттегіден тыс суық болды. Апталар бойы жауған жаңбыр қара топырақты ми батпаққа айналдырып, тек аяқ киімді емес, бүкіл уақыттың өзін жұтып қойғандай еді. Халық саны 300 мың адам болатын. Типтік өндірістік орталық Темірқала шаһарында өмір өз арнасымен ағып жатты. Таңертеңгі зауыт дабылы, кешкісін азық-түлік дүкендеріндегі ұзын сонар кезек және кешкі сағат 21-де теледидардан берілетін уақыт бағдарламасы. Бірақ 38 жастағы Қайсар үшін уақыт 14 қазанда тоқтап қалды. Аспан ақ жаймадай бозарып тұрған сол күні оның әлемі тас-талқан болды. Тек сыртқы қабығы, тыныс алатын, жүретін, сөйлейтін денесі ғана қалды, ал ішіндегі тірінің бәрі өртеніп кеткен еді. Сол сейсенбі күні оның 8 жасар қызы Ақерке Күйсандық мектебінен оралмады. Үйге дейінгі жол небәрі 15 минуттық жер еді. Шұғыла көлікжай қауымдастығының жанымен үрлемелі аспабы сынып қалған жас ұланның мүсіні бар шағын саябақ арқылы өтетін жол. 15 минут. Қайсар бұл бағытты жатқа білетін, көзін жұмып та жүріп өте алатын еді. Оны 3 тәуліктен соң тапқанда бүкіл қала тіксініп қалды. Бірақ жұрт тек ас үйде сыбырлап қана сөйлесті. Газеттерге бұл туралы бірде-бір жол жазылмады. Біздің елге мұндай сұмдықтар болуы мүмкін емес. Социализм орнаған жерде балаларға соқтығатын қанішерлер болмайды деп есептелетін. Бұл тек батыстың дерті сананатын. Бірақ Ақерке өледі. Оның өлімі алдында көрген қорлығы, тіпті талайды көрген мәйітхана дәрігерінің өзін есеңгіретіп, далаға шығып, қолдары дірілдеп қатарынан бірнеше шылым шегуге мәжбүр етті. Қайсар тәртіп сақшыларының көлігі қызының денесін алып кетіп бара жатқанда жаңбыр астында қозғалмай тұрды. Ол жылаған жоқ. Көз жасы, тірілер үшін. Ал ол сол сәтте қызымен бірге өлген еді. Оның басында жаңбырдың шуы мен байланыс құралының дыбысы арасынан тек бір ғана суық ой салмақ салып тұрды. Осы зұлымдықты жасаған мақұлық дәл қазір бір жерде еркін жүр. Дәл осы ауамен тыныс алып жатыр. Қайсар кинодағы қаһарман емес еді. Арнайы жасақта қызмет етпеген, тыйым салынған жекпе-жек өнерінде меңгермеген. Ол ауыр өндіріс зауытының 6 дәрежелі жоғары білікті жоңғылаушысы, еңбек адамы болатын. Оның тырнақтарының астына машина майы сіңіп кеткен кең алақандары бар еді. Ол тәртіппен өмір сүрді, адал еңбек етті. Демалыс күндері отбасын ескі мәскеулік көлігімен саяжайға апаратын және тәртіп сақшыларына сенетін. Менің сақшыларым, менің қорғаным деген сөз ол үшін ақиқат еді. Қайсардың отбасы ескі үйдің 3-ші қабатында тұратын. Жайына кітапханашы болып жұмыс істейтін. Ақерке Алладан тілеп алған, кеш көрген жалғыз перзент еді. 982 жылы мемлекет пен халық арасында үнсіз келісім бардай көрінетін. Біз еңбек етеміз, ал мемлекет бізді құбыжықтардан қорғайды. Бірақ 14 қазанда мемлекет өз міндетін орындамады. Жерлеу рәсімінен кейінгі алғашқы апталар тұман ішінде өткендей болды. Жайына төсек тартып жатып қалды. Ол сағаттап қызының киімдерін сипап, ақырын ғана еңіреп отыратын. Ал Қайсар болса, тәртіп сақтау бөліміне жұмысқа барғандай күнде баратын болды. Тергеуші капитан Болат шаршаған, жүзі сұрғылт тартқан адам еді. Үстерінде ұрлық пен төбелес туралы істер үйіліп жатты. Ақеркенің ісі бөлек тұрды. Біз жұмыс істеп жатырмыз, Қайсар, деді Болат, әдеттегідей көзін көтермей. Бұрын сотталғандарды тексеріп жатырмыз. Іліктер бар. Қайсардың дауысы қарлығып шықты. Іздер тым аз, жаңбыр бәрін жуып кетті. Бірақ біреу көруі керек еді. Ол айқайлады ғой. Сараптама оның аузын бірден жауып тастаған дейді. Қайсар, иіне бар, біз хабарласамыз. Бірақ олар хабарласпады. 1 ай өтті. Сосын 2 ай өтті. Қала бұл оқиғаны ұмыта бастады. Ал Болаттың кабинетіндегі Ақеркенің ісін шаң баса бастады. Қайсар тәртіп сақшыларының қарым-қатынасы өзгергенін байқады. Қайсар, неге келе бересің? Бізде тек сенің ісің ғана дейсің бе? Жоспарымыз орындалмай жатыр. Қоймадағы ұрлық, төбелес,
Бізде жаңа ештеңе жоқ. Шешуші сәт желтоқсанның соңында, жаңа жылдың алдында келді. Қайсар тергеуші Болатқа қоймадан таныстары арқылы әрең тапқан қымбат сусынын алып келді. Ол осы сыйлық тергеу ісін тездетеді деп үміттенген еді. Болат бөлмеде жалғыз отыр екен. Ол мерекені тойлап та бастап кетіпті. Тергеуші шөлмекке бір қарап, сосын Қайсарға бұрылып, отыр дегенде ишарат жасады. Екеуі үнсіз отырып ішті. Болат қырлы кесеге сусынды толтырып қойып, шылымын тұтатты да, терезе сыртында жауып тұрған мамық қарға қарап тұрып, Қайсардың тағдырын мәңгілікке өзгерткен сөздерді айтты. Қайсар, мен саған еркекше айтайын. Біз оны таппаймыз. Қайсардың іші мұздап сала берді. Неге? Өйткені ол сырттан келген біреу. Немесе біз тіпті сезіктенбейтін адам. Әркімді тексеруге біздің күшіміз жетпейді. Сараптама қан тобын анықтады. Бірақ мұндай қан тобы бар адам қаншама екенін білесің бе? Миллиондаған. Ал саусақ ізі жоқ. Ол қолғап киген. Пысық, тәжірибелі. Болат оған қарай еңкейді. Одан арақтың және үмітсіздіктің иісі шығып тұрды. Және жоғардағылар шу шығармандар деп отыр. Жылдың соңы, көрсеткіштер керек. Егер бұл қанішер екені белгілі болса, халық арасында дүрбелең басталады. Ал бізге тыныштық керек. Сондықтан іс тоқтатылып, мұрағатқа жіберіледі. Кешір бауырым, әлі жассыңдар ғой. Алла тағыр бала берер, соны сүйіп аларсыңдар. Қайсар қозғамай отырып қалды. Тағы бір бала берер деген сөзі оның бетіне темір жұдырықпен ұрғаннан да ауыр тиді. Сол сәтте ол ешқандай көмек болмайтынын түсінді. Ол сенген жүйе тек қағаз шимайлауға ғана жарайтын, бірақ қорғай алмайтын шіріген тетік болып шықты. Ол тәртіп сақтау бөлімінен үскірік аязды түнге шықты. Айналада мерекелік шамдар жыпылықтап, біреулер шырша тасып, адамдар мәз-мейрам болып күліп жүр. Қайсар өзін бұл мерекелік әлемде басқа планетадан келген бөтен біреудей сезінді. Қалтасында бір қорап сіріңке бар еді. Оны қатты қысқаны сондай, қорап шытырлап сынды. Мен сені табамын деп сыбырлады ол қараңғылыққа. Егер олардың қолынан келмесе, мен өзім істеймін. Сол түні жоңғылаушы Қайсар бір жолы өліп, аңшы дүниеге келді. Оның қолында ешқандай нұсқау да, өкілеттік те, қару да жоқ еді. Тек бойындағы ыза мен мына қаланы тас талқан етіп болса да, құбыжықтың көзіне тіке қарауға деген мұздай шешім ғана қалды. Қайсар кинодағы тымшыларға ұқсаған жоқ. Ол үстіне ескі киімін киіп, жанарын жасыру үшін тоқылған бөркін маңдайына дейін түсіріп, қос өмір сүре бастады. Күндіз ол ақеркенің қараңғылықтан өзін шақырған қорқынышты түстеріне шошып оянып, аз ғана ұйықтайтын. Ал қалаға қараңғылық түскенде ол аңға шығатын. Ең алдымен ол өзінің мақтанышы болған, қыс бойы баптап жөндеген Тұлпар маркалы қос дөңгелекті көлігін сатып жіберді. Одан түскен 6000 теңге сол заман үшін өте қомақты қаржы, оның жеке соғысының қорына айналды. Кеңес елінде ақпарат ресми түрге сатылмайтын. Бірақ бір шөлмек ащы суға немесе 150 теңгеге тәртіп сақшыларының қағазына түспеген құпияларды білуге болатын еді. Қайсардың үйі өзгерді. Жайы жайына елес секілді болып кетті. Ол бөлмесінен шықпайтын болды. Қайсар бұған тіпті қуанды. Ол әйелінің қонақ бөлмедегі қабырғаны көргенін қаламады. Ол жайлылықтың белгісі болған қабырғадағы кілемді алып тастап, оның орнына ауданның ежі-тежелі картасын іліп қойды. Ақеркенің жүрген жолы қызыл бояумен, ал денесі табылған жер крест белгісімен белгіленді. Көк нүктелермен көлік жайлар, сусын сататын дүкендер, аула арасындағы yolдар көрсетілді. Қайсар қанішерді іздеуде зауыттағы детальдарды қалай дәлдікпен өңдесе, сондай тәсілді қолданды. Дәлдік, төзімділік және жүйелілік. Ол ауданды шаршыларға бөліп тастады. Ол қанішердің аспаннан түспегенін түсінді. Ол сол жерде болды. Ол күтті. Демек, ол бұрын да күткен болуы мүмкін.
Қайсар қаланың ең лас, ең төменгі қабаттарын аралай бастады. Сасық иісті сусынханалар, бос шөлмек өткізетін орындар, қаңғыбастар жылынатын от жағатын жерлер, ол бәрін шарлады. Ол келіп үстел үстіне ащы суды қоятын да ақеркенің суретін көрсететін. Кім жап біреуді көрді? Кім көлік көрді? 14 қазанда кім оғаш нәрсе байқады? Деп сұрайтын. Алғашында оны қуып жіберетін. Ей бауырым, бар ұйықта, жанымызды ауыртпа дейтін. Бірде көлік жайларының артында жергілікті бұзақылар оның ақшасы көп деп ойлап соққыға жықты. Қайсар үйіне беті қолы қан жоса, қабырғасы сынып оралды. Бірақ жанарындағы ыза бұрынғыдан да суи түсті. Ол ауырсынуды сезбеді. Тән азабы ішіндегі өртпен салыстырғанда түкке тұрғысыз еді. Оның жеке тергеуіндегі алғашқы нәтиже 3-ші аптада белгілі болды. 983 жылдың қаңтары. Сүйектен өтетін сақылдаған аяз. Қайсар төре деген лақап аты бар адамды тапты. Ол бұрын тарих пәнінің мұғалімі болған. Кейін араққа салынып кеткен оқыған азамат еді. Қазір ол әлгі көлік жайларының жанындағы қойманың күзетшісі болып жұмыс істейтін. Тәртіп сақшылары одан ештеңе сұрамаған еді. Қаңғыбастан не сұрайсың? Оның соттағы сөзінің құны соқыр тиын. Қайсар оған түнде келді. Төре темір пештің қасында отырып, дірілдеген қолдарымен темекі орап жатыр екен. Қайсар үнсіз ғана үстел үстіне бұқтырылған ет, нан және ащы суды қойды. Төре отқа қарап тұрып, тамақты ұзақ шайнады. Сенің келетініңді білгем деп қырылдады ол. Сенің мына жерде қасқырша жортып жүргеніңді көріп жүрмін. 14-ші күні не көрдің? Деп сұрады Қайсар. Мен сақшыларға ештеңе айтқан жоқпын. Олар мені емдеу түзету орнына тығып тастар еді. Немесе бәрін менің мойныма ілер еді. Оларға тек көрсеткіш керек. Мен сақшы емеспін. Мен әкемін, деді ол. Төре Қайсарға қарады. Оның бұлдыр жанарынан адамдық белгі, аяушылық. Немесе Қайсардың көзіндегі қаһардан туған үрей байқалды. Бір көлік болды, деді төре ақырын. Біздің жақтың көлігі емес. Мұнда ондайлар келмейді. Батпақ кешіп несі бар? Мұнда тек жүк көліктері ғана жүреді. Қандай көлік? Сәнді жеңіл көлік. 24-ші үлгі. Түсі сүт қосқан кофе сияқты. Сарғыш, тап-таза, жылтырап тұрды, лағынет. Тіпті жаңбырдың астында да. Қайсардың жүрегі соғуын тоқтатып алғандай болды. Сарғыш түсті, 24-ші үлгідегі көлік. Сол заманның ақсүйектері мен бастықтарының арманы. Қарапайым жұмысшы ондайды міне алмайды. Бұл қаншердің неге соншалықты сенімді болғанын түсіндірді. Нөмірі ше? Қайсар алға ұмтылды. Нөмірін батпақ жауып кеткен. Әдейі істеген болуы керек. Бірақ бір нәрсе есінде қалды. Төре сасық иісті темекісін терең тартты. Артқы терезенің алдында бір ойыншық жатты. Басқалардағыдай басы қозғалатын иттің мүсіне емес. Жоқ. Онда шайтанның бейнесі ілулі тұрды. Шайтан? Иә, жүн, мүйізі бар, қызыл түсті қуышақ. Мұндай салмақты көлікке бір түрлі екен деп ойлағам. Және төбесіндегі жүк салғышы бос еді. Қайсар көзін жұмды. Сарғыш көлік. Төбесіндегі темір тор. Шайтан бейнелі ойыншық. Бұл сот үшін аз болғанымен аңшылықты бастауға жеткілікті еді. Рахмет. Қайсар үстелге 150 теңге қойды. Оны іздеме бауырым, деді төре оның артынан. Мұндай көлікпен келген адамның тісі сенікінен әлде қайда ұзын, сені жеп қояды. Кімнің кімді жейтінін көрерміз, деп жауап берді Қайсар далаға, үскірік аязға шығып жатып. Енді оның нақты нысанасы болды. Сарғыш түсті. 24. Бірақ 300 мың тұрғыны бар Темірқала сияқты шаһарда мұндай көліктер аз емес еді. Дегенмен, төбесінде жүк салғышы бар және ішінде ерекше ойыншығы бар көлік саусақпен санарлық қана. Қайсар бақылаушыға айналды. Ол енді ащы су шетін жерлерді аралауды қойды. Енді ол қала элитасы жиналатын жерлерде күзетте тұратын болды. Орталық мейрамхана, қалалық партия ұйымының ғимараты, үлкен дүкен, драма театры.
Ол аязда сағаттап тұрып, өтіп бара жатқан әрбір сарғыш көлікке телмірумен болды. Ол қойын дәптеріне нөмірлерді жазып отырды. 24. Ақ түсті. Нөмірі 1245. Бұл емес. 24. Қара түсті. Қызметтік көлік. Бұл да емес. Ақпан өтіп наурыз келді. Қар еріп айнала сұрғылт батпаққа айналды. Үміт те қармен бірге еріп бара жатқанда еді. Қайсар 10 келеге арықтады. Бетін сақал басты. Көршілері одан қашатын болды. Жайы жайна, күйеуінің тірі кек ескерткішіне айналғанына шыдай алмай, төркініне ауылға кетіп қалды. Қайсар шаң басқан картасы бар бос пәтерде жалғыз қалды. Сәуір айының басында тағдыр оған мүмкіндік сыйлады. Қайсар теміржолшылар мәдениет үйінің алдынан қайтып келе жапқан. Ол қаланың лауазымды тұлғалары тұратын, төбесі биік ескі үйлердің ауласымен өтіп бара жатты. Арман көшесіндегі бір үйдің ауласында сол көлік тұрды. Сарғыш түсті. 24. Көлік абайсызда бір дөңгелегімен жектасқа шығып тоқтапты. Қайсар назар аудартпас үшін баяу жақындады. Жүрегі соғып, даусы құлағына естіліп тұрды. Ол көліктің артына келді. Терезелері күңгірттелген екен. Ол кезде бұл үлкен сән саналатын. Бірақ сол күңгірт әйнектің артынан бір сұлба көрінді. Артқы сөреде кішкене, ескірген қуыршақ ілулі тұр еді. Пластмассадан жасалған мүйізі бар, қызыл жүн шайтан. Ол әйнектің артынан Қайсарға қарап, кекесінмен күліп тұрғандай көрінді. Қайсардың денесі мұздап кетті. Осы көлік. Одан небәрі 2 метр жерде тұр. Нөмірі 4712. Қайсар көлікті талқандаған жоқ. Иесін тас ұстап күтпеді. Ішкі түйсігі. Қазір болмайды, үркітіп аласың, деп сыбырлады. Ол көлеңкеге тығылып күте бастады. Оған қызын өлтірген мақұлықтың жүзін көру керек еді. 2 сағаттан соң кіре берсем бір ер адам шықты. Қайсар, кімді болса да, қылмыскерді, немесе қаты ез біреуді көруге дайын еді. Бірақ көлікке қарай нағыз зиялы адам келе жатты. 40 жастардағы, үстіне сапалы пальто киген, басында бағалы бөрігі, қолында былғары сөмкесі бар азамат. Оның жүзі ашық, мейірімді көрінеді. Көзінде жұқа жиекті көзілдірігі бар. Ол итін серуендетіп жүрген көрші әйелге күлімсіреп қарап, бөрігін көтерді. Қайырлы кеш, Мәриям апай, денсаулығыңыз қалай? Бұл көріністен Қайсардың жүрегі айнып кетті. Бұл адам мінсіз кеңес азаматы, үлгілі көрші, бәлкім мейірімді әке сияқты көрінді. Ер адам көлікке отырды. Қозғалтқыш майда дыбыспен іске қосылып, көлік ауладан шығып кетті. Қайсар оның артынан қарап тұрды. Енді ол жауын таныды, және бұл оның өмірінде көрген ең қорқынышты нәрсе еді. Өйткені ол тым қарапайым көрінетін. Сарғыш көліктің иесі кім екенін білу Қайсар үшін көліктің өзін табудан да оңай болды. Ол тек оның соңынан ерді. Таңертең көлік иесін балалар өнер ордасының алдына келді. Ер адам шығып, мойын түзегін түзеп, ішке сеніммен кіріп кетті. Күзетшілермен де, ұстаздармен де жылы амандасып жатыр. Әнуар, көркемдік тәрбие бөлімінің меңгерушісі, құрмет тақтасында суреті тұрған адам. Қайсар жолдың арғы бетінде тұрып, үйірмелердің кестесін оқыды. Театр студиясы, хор, сурет салу, оның іші мұздай болып қатып қалды. Бұл адам балалармен жұмыс істейді. Күн сайын жүздеген бала. Тағдырдың тәлкегі соншалықты сұмдық еді, тіпті ақылға сыймайтын. Қанішер мен зорлықшы балаларға сұлулықты үйретіп жүр. Қайсар дерек жинауға кірісті. Ол жай ғана барып соққыға жыға салғысы келмеді. Оған қолы дірілдемеу үшін 100% сенім керек еді. Егер ол қателессе, егер әлгі сарғыш көлікпен мына адам жай ғана ұқсастық болса, онда оның өзі құбыжыққа айналар еді. Әнуар үйленген еді. Оның әйелі сауда саласында жұмыс істейтін, шашын биік етіп жинап жүретін, толықша келген Бағлалан есімді әйел. Алла оларға перзент нәсіп етпепті, деп сыбырласатын аула алдындағы орындықта отырған көрші кемпірлер.
Қайсар кіреберістің көлеңкесінде газет ұстап отырып, олардың әңгімесіне құлақ түретін. Әнуар сондай мейірімді жан, балаларды сондай жақсы көреді, оларға үнемі тәттілерін беріп жүреді деген сөздерден Қайсардың жүрегі айнитын. 2 апта бойы ол Әнуардың ізінен қалмады. Оның нешеде тұратынын, сәрсенбі мен жұма күндері есеп беру үшпінжін жұмысында кеш қалатынын білді. Демалыс күндері саяжайға баратынын, бірақ қыста саяжайдың бос тұратынын және ең бастысын анықтады. Әнуардың өз іні бар еді. Ол Аспан көлікжай қауымдастығындағы кірпіштен салынған зәулім көлікжай. Бұл қала шетіндегі Ақеркенің денесі табылған темір жәшіктер сияқты емес, лауазымды тұлғаларға арналған беделді жер еді. Мұнда жарықта, кіреберісте күзетте, қалғып отырған қартта, бетон еден де бар. Әнуар өз көлікжайын жақсы көретін. Ол сейсенбі және бейсенбі кештерін сонда өткізетін. Көлігімді жөндеп жатырмын дейтін әйеліне. Бірақ Қайсар сарғыш көліктің соншалықты жиі бұзылмайтынын жақсы білетін. Сәуірдің бір сейсенбісінде Қайсар жақынырақ баруға бел байлады. Кешкісін көлікжай маңында ешкім қалмайтын. Ер адамдар хоккей көру үшін үйлеріне тарайтын. Әнуардың көлікжайы қатардың ең соңында, тұйық жерде орналасқан еді. Есіктің астындағы саңлаудан әлсіз электр жарығы көрініп тұрды. Айнала тып-тыныш. Не қозғалтқыштың дыбысы, не балғаның соққысы естілмейді. Қайсар есікке жақын келді, құлақ түрді. Іштен әуен естілді. Күйтабақтан классикалық әуен ақырын ойнап жатты. Сосын дауыс шықты. Әнуар біреумен сөйлесіп жатыр еді. Неге үндемейсің? Саған көйлегің ұнамай ма? Қайсар селкілдеп кетті. Іште біреу бар ма? Бала ма? Ол есіктің тұтқасына жармасты. Дәл қазір ішке атылып кіріп, бәрін жайратып салуға дайын еді. Бірақ сол сәтте Әнуардың дауысы өзгере қалды. Ол жіңішке дауыспен баланың сөйлеу мәнеріне салып жауап берді. Ұнайды Әнуар аға, өте қатты ұнайды. Қайсар кейін шегінді. Әнуар іште жалғыз еді. Ол өзімен өзі немесе жауап бере алмайтын біреумен сөйлесіп жатты. Келесі түні Қайсар қайта оралды. Бұл жолы Әнуар жоқ еді. Көлікжайдың құлықты болғанымен Қайсар зауытта жұмыс істейтін маман еді. Ол темірдің тілін білетін. Оның үстіне өзі қолдан соққан құралдары бар еді. Қараңғыда 15 минуттай әлек болып, саусақтары қанаса да, ақыры сырт еткен дыбыс шықты. Қайсар ішке еніп, жарықты жақпастан есікті жауып алды. Қалтасындағы шағын шамды жақты. Көлікжай ота жасайтын бөлме секілді тап-таза еді. Құрал саймандар бой-бойымен жиналып тұр. Еденде бір тамшы май жоқ. Бұрышта жамылғы жабылға болған диван. Қасында китабақ ойнатқыш тұрған үстел бар. Қайсар іздеуге кірісті. Не іздеп жатқанын білмесе де, оның осында екенін сезді. Шеберхана үстелін ақтарды. Бос. Қосалқы бөлшектерді қарады. Бос. Көліктің астын қарайтын шұңқырда тап-таза. Тек қысқа азық салынған құтудылар тұр. Ол қателескен шығармын деп шығып кетпекші болғанда, шамның сәулесі бұрышта тұрған ескі Музарт маркалы тоңазытқышқа түсті. Ол дыңылдап жұмыс істеп тұр еді. Қыста көлікжайда тоңазытқыштың не керегі бар? Қайсар оның ауыр есігін ашты. Ішінде азық-түлік жоқ еді. Сөрелерде ұқыпты жиналған, үстіне күні жазылған түйіншектер жатыр еді. Қайсар дірілдеген қолымен бір түйіншекті алды. Күні 14 қазан 982 жыл. Ақеркенің өлген күні. Түйіншектің ішінде батпақ жұққан аппақ шашбаумен кішкене ғана хан қызы бейнесіндегі шаш қыстырғыш жатты. Қайсар бұл қыстырғышты жақсы білетін. Оны балалар әлемі дүкеннен 90 тиынға, 6 еселенген баға, өзі сатып алып берген еді. Ол еденге отыра кетті, аяғынан әл кетті. Басқа түйіншектерде де басқа балалардың заттары. Біреуінің бәтеңкесі, біреуінің мектеп галстугы, біреуінің жазу дәптері жатты. Бұл жай ғана қойма емес, бұл қасірет мұражайы еді. Әнуар тек өлтіріп қана қоймай, олардан естелік жинаған.
Ол осында келіп, әуен қойып, осы заттарды сипап, сол сәттерді қайтадан есіне түсіретін болған. Бұл зиялы адам емес еді. Ол кеңес азаматының кейпіне енген тұңғиық құбыжық еді. Қайсар ақыркеркенің заттары салынған түйіншекті қойнына тығып алды. Қалғандарына тиіскен жоқ. Тоңазытқышты жауып, ешқандай із қалдырмай, көлік жайдан шығып кетті. Енді күмән жоқ. Сот та, түрме де болмайды. Мұндай мақұлық үшін бір оқ тым жеңіл сыйлық. Өлімді ол сезінуі керек. Қайсар үйіне мүлдем басқа адам болып оралды. Егер бұрын оны лапылдаған ыза алға сүйресе, енді ішінде тек мұздай суық есеп қана қалды. Ол Әнуарды көше бұрышында атып кете салудың аз екенін түсінді. Әнуар не үшін өліп бара жатқанын білуі тиіс. Ол үрейді сезінуі керек. Көлік ішіндегі балалар сезінген жан түршігерлік қорқынышты ол да бастан өткеруі тиіс. Қайсар орын дайындай бастады. Қаладан 5 шақырым жердегі қаңырап қалған қыш өндірісінің ескі шеберханасын таңдады. Ол жаққа ешкім аяқ баспайтын. Онда құлақ тұндырар үнсіздікпен терең жер асты бөлмелері бар еді. Қайсар ол жерге барлық қажетті заттарды тасып әкелді. Қалың арқан, орындық, дәнекерлеу аспабы, зауыттың емханасынан жымқырып кеткен оташы пышақтары мен бір ыдыс жанармай. Ол қинаудан ләззат алуды емес, әділдік орнатып, тепе-теңдікті қайтаруды көздеді. Жоспар қарапайым еді. Әнуарды шу шығармай, қаланың сыртында қолға түсіру. Әнуар сақ болғанмен, оның бір осал тұсы бар еді. Ол өз өрін жазасыз сезінетін. Өзін бәрінен ақылды санады. Ол орманда өзінен де ірі жыртқыш барын ұмытқан аңшы еді. Қайсар күнді белгіледі. Келесі сейсенбі, кешкі уақыт. Әнуар көлік жайына барып, көлігімен айналысатын кез. Қайсар оның іштен құлыпталатынын білетін, бірақ енді оның қолында құлыптың көшірме кілті бар еді. Ол алдыңғы жолы құлыптың қалыбын алып, өз қолымен кілт соғып алған. Ол оны іште, қараңғылықта, ажал секілді күтіп отырмақ. Арнамызға жазылып, ұнату белгісін қойыңыз. Шешуші күнге дейінгі уақыт тым баяу жылжыды. Қайсар Жайнаға қысқа ғана хат жазды. Жайна, кешір мені. Мен істеуім керек істі істедім. Мені іздеме, өмір сүр. Ол бұл істен кейін қалыпты өмірге жол жоқ екенін білді. Не темір торға тоғытылады, не өз-өзіне қол жұмсайды. Бірақ алдымен істі бітіру керек. Сейсенбі келді. Күн райы бұзылды. Дәл баяғы қазан айындағыдай жаңбыр аралас қар жауды. Қайсар жұмыс киімін киіп, қолына ауыр темір сүйменін алды. Ол аспан көлік жай қауымдастығына Әнуардан 1 сағат бұрын келді. Кілтпен есікті ашып, ішке кірді де, бұрыштағы ескі шкафтың артына жасырынып, үстіне кенеп, жапқышты жауып алды. Көлік жайдың ішінен жанармайдың және біреудің бұзылған санасының иісі шығып тұрғандай. Қайсар темір сүйменді қатты қыпсқаны сондай, саусақтарының буындары ағарып кетті. Ол өз жүрегінің соғысын естіп тұрды. 1, 2, 3. Сырттан қозғалтқыштың дыбысы сарғыш тұлпардың майда гүрілі естілді. Көлік шамдарының жарығы есік саңлауларынан өтті. Құлыптағы кірттің дыбысы, есіктің ашылған шықыры. Сұрғылт аспан аясында бөрік киген ер адамның сұлбасы көрінді. Әнуар көңілді әуенді ысқырып айтып ішке кірді. Ол жарықты жағу үшін қол созды. Амансың ба, Әнуар? Деді Қайсар қараңғылықтан ақырын ғана. Әнуар тіпті қорқытты үлгермеді. Қараңғылықтан шыққан дауыстың сағым емес екенін де түсінбеді. Қайсар оны өлтіру үшін емес, естен тандыру үшін иығынан сүйменмен салып қалды. Ол бұрыла бергенде Қайсардың балғадай ауыр жұдырығы оның жағына тиді. Лауазымды қызметкер, балалар мен классикалық әуеннің жанкүйері бетон еденге сұлап түсті. Оның бағалы бөрігі ұшып кетіп, төбесіндегі тақырбасы сырттан түскен әлсіз сәулеге шағылысып жылтырады. Қайсар зауыттағы жұмысындағыдай жылдам қимылдады.
Қолдарын артына қайырып, зауыттан жымқырылған мықты байламдармен байлады. Аузына май жұққан шүберекті тығып, сыртынан жабысқақ таспамен орап тастады. Басына қап кигізді. Әнуар ауыр еді, бірақ оның денесінен қымбат әтірдің иісімен аралас, есін жымай жатып-ақ бойын билей бастаған үрейдің иісі шығып тұрды. Сарғыш тұлпардың жүк салғышы киінеді. Қайсар оны сонда сынған қуышақтай бүктеп салып, қақпақты жауып тастады. Құлыттың сырт еткен дыбысы оқ атылғандай естілді. Қайсар тізгінге отырды. Былғары орындықтар шықырлады. Салоннан оның өмірінің қымбат темекісі мен маңғаздығының иісі аңқып тұрды. Артқы айнада әлгі плюш шайтан секіріп тұр еді. Қайсар оны жұлып алып, қалтасына салды. Көлік майда гүрілдеп оталды. Қайсар күзетшіге иек қағып, қауымдастықтан шығып кетті. Күзетші тізгінде кім отырғанына назар аудармаған жоқ. Мұндай көлік бұл еркін жүруге рұқсат қағазы сияқты еді. Қаңырап қалған қыш өндірісіне дейінгі жол 40 минутқа созылды. Бұл Қайсардың өміріндегі ең ұзақ 40 минут еді. Қаладан шыға берсе, жол сақшылары тұр еді. Сақшы көлікке немқұрайлы қарап, таяқшасын еріне бұлғап қалды. Қайсар рөлді қатты қысқанымен жылдамдықты бәсеңдеткен жоқ. Ол өзін нағыз қожайындай ұстады. Жүк салғышта біреу қозғалып дыбыс шығара бастады. «Тыныш!» деді Қайсар бос салонға. Жақындап қалдық. Өндіріс орны оларды қараңғылықпен және терезелерден соққан желдің ұлыған дауысымен қарсы алды. Мұнда кеңес үкіметінің құзыры жүрмейтін. Мұнда тек егеу құйрықтармен суық қана билік жүргізетін. Қайсар көлікті тікелей шеберхананың ішіне айдап кірді. Ол Әнуарды сүйреп шығарды. Ол тыпырлап дыбыс шығаруға тырысып бақты. Қаптың астындағы көздері үрейден шарасынан шығып кеткен болар. Қайсар оны сынған қыштардың үстімен дайындап қойған орындыққа қарай сүйреді. Ол оны нықтап байлады. Қалың арқан оның қымбат сырттығына батып кетті. Сосын басындағы қапты жұлып алды. Әнуар ауаны ашкөздікпен жұта бастады. Оның көзілдірігі сынып, беті қан жоса болса да, жанарында әлі де үміт оты жылтырап тұр еді. Бұл кез келген мәселені бір қоңыраумен шешіп үйренген адамның үміті болатын. «Сен кімсің?» деп шыңғырды ол. Дауысы жіңішкеріп шықты. «Сен кімді қолға түсіргеніңді білесің бе? Мен халық қалаулысымын. Сені атып тастайды. Мен тәртіп сақтау басқармасының бастығына хабарласамын». Қайсар үндемеді. Ол майшамды жақты. Сары жарыт қараңғылықтан сыз тартқан қабырғалар мен құрал саймандар жатқан шеберхана үстелін көрсетті. Қайсар сыртқы киімін шешіп жейдемен қалды. Ол орындықты алып Әнуарға қарама-қарсы отырды. «Ақша керек пе?» деп Әнуар тез-тез сөйлей бастады. Қоқан оқының өтпейтінін сезіп. «Менің жинақ кассамда 30 000 теңге бар. Әйелімде алтындар бар. Көлікті ал, тек мені жіберші». Қайсар қалтасынан әлгі тоңазытқыштан алған түйіншекті шығарды. Ол баяу қимылмен батпақ жұққан ақ шашпаумен хан қызы қыстырғышын алды. Әнуардың сөзі аузында қалды. Күштеніп қызарған беті лезде ескі қағаздай бозарып кетті. Ол таныды. «Бұл менікі емес», деп сыбырлады ол. «Мұны біреу маған әдейі тастап кеткен. Мен білмеймін». «Сен оның есімін білесің бе?» деп сұрады Қайсар. Дауысы трансформатордың дыбысындай бір қалыпты, суық шықты. «Кімді айтасың, бауырым? Мен түсінбедім». Қайсар орнынан тұрып жақын келді. «Ақерке». Оның есімі Ақерке еді. Ол 8 жаста болатын. Ол сурет салғанды жақсы көретін және өрмекшілерден қорқатын. Әнуар қалтырай бастады. Оның денесін ауыр діріл басты. Орындық бетон еденнің үстінде секіріп кетті. «Мен науқаспын!» деп кенет айқайлады ол. «Естисің бе? Мен аурумын. Мені емдеу керек. Бұл дерт. Мен кінәлі емеспін. Ол өздігінен келеді. Мен зиялы адаммын.
ұстазбын. Бұл мойындау еді. Қайсар басын изеді. Дерт, деп қайталады ол. Шіріген жарада дерт. Бірақ оны дәрімен емдемейді, оны кесіп алып тастайды. Қайсар оны ұзақ қинаған жоқ. Ол қатыгез емес еді. Біреудің айқайынан ләззат алмайтын. Оғал басқа нәрсе керек еді. Ол Әнуардың адамдық кейпінен айырылып, бойындағы зиялылық, ұстаздық бетпердесінің сыпырылып түскенін, тек жалаңаш хайуандық үрейдің қалғанын қалады. Ақыркенің соңғы минуттарында сезінген әлгі қорқынышын бұл да сезінуі тиіс еді. Қайсар жанармай құйылған ыдысты алды. Жанармайдың иісі сыздың иісін басып кетті. Әнуар ұлыған дауыс шығарды. Бұл енді адамның айқайы емес, бұрышқа тығылған егеу құйрықтың дыбысы еді. Жоқ, өтінемін, керегі жоқ. Мен бәрін істеймін. Аяғыңды жалайыншы. Ол жылады. Бетіндегі қан мен көз жасы араласып кетті. Қайсар оның үстіне жанармайды құйып жіберді. Қымбат сыртығы, шалбары, бағалы етігі, бәрі малынды. Тәртіп сақшылары маған сені таппайтынын айтты, деді Қайсар сіріңке қорабын шығарып жатып. Іс жоқ, деді. Басқа бала сүйіңдер, деді. Ол сіріңкені шақты. Әлсіз от желмен бірге билей бастады. Бірақ мен таптым. Кешір, деп шыңғырды Әнуар. Қайсар оның көзіне тіке қарады. Алла кешірсін. Ал мен тек сол кездесуді ұйымдастырып беремін. Сіріңке алға қарай ұшты. Лап еткен от көзді қарықтырды. Жанармай сіңген киім лезде өртке оранды. Әнуардың шыққан айқайы, егер мұнда еститін жан болса, бірнеше шақырымға жетер еді. Бірақ өндіріс орнының қабырғалары қалың болатын. Олар мұндайдың қалайын көрген. Қайсар теріс айналмады. Ол қарап тұрды. Ол ақерке үшін қарап тұруы керек еді. Ол құбыжықтың күлге айналғанына көз жеткізуі тиіс еді. От адам тәнін жалмап, беделді азаматты бір уыз күлмен күйген сүйекке айналдырды. Бұл мәңгілікке созылғандай көрінді. Бірақ небәрі бірнеше секунд қана өтті. Айқай басылып тек оттың сыдырлаған дыбысы мен күйген еттің ауыр иісі қалғанда Қайсар бойында бір түрлі сезімді байқады. Ол қуаныш та, жеңілдік те емес. Ішіндегі үлкен құлақ тұндырар бостық еді. Бұрын ыза мен кек тұрған жерде енді күйіп кеткен шөл дала ғана қалды. Қайсар от басқа қоқыстарға таралмауы үшін қалдықтарды шелектегі сумен сөндірді. Әнуардан ештеңе қалмады. Сүйектері мен тістерін Қайсар ауыр балғамен ұнтақтап ұн қылды. Ол күлді қапқа жинап, шеберханадан сыртқа шықты. Даладағы боран басылып, аспан бозара бастапты. Жақында таң атады. Қайсар өндіріс орнының жанынан ағып жатқан өзенге келді. Мұздай қара су. Ол қаптағы күлді суға шашты. Ағын су оны лезде қағып алып алысқа әкетті. Мәйіт жоқ, істе жоқ. Ешқандай бейітте, ешқандай естелікте қалмады. Тек суда еріп кеткен лай ғана. Қайсар көлікте оралды. Сарғыш тұлпар ештеңе болмағандай тұр. Ол оны жақын маңдағы суға тоған терең шұңқырға, карьерге айдап барып, жанармай басқышына кірпіш қойды. Көлік көпіршіктер шығарып, баяу ғана су астына кетті. Ең соңында құбыжықтың соңғы сапары аяқталған жүк салғышы суға батты. Айсар жалғыз қалды. Қалаға дейін жаяу 10 шақырым жер еді. Ол шылымын тұтатты. Қолдары енді дірілдеген жоқ. Ол кісі өлтіруші еді. Бірақ ол өзін таза сезінді. Жарты жылдан бері алғаш рет. 983 жылдың таңын Қайсар күрең жолдың бойында қарсы алды. Ол жол жиегімен өғін түсіріп, қолдарын жұмыс киімінің қалтасына салып, баяу басып келе жатты. Қасынан оянып жатқан қалаға нан мен сүт тасыған жүк көліктері өтіп жатты. Жүргізушілер тек жұмыстан қайтып келе жатқан қарапайым жұмысшыны ғана көрді. Оның бойынан ешкім қаншерді көрген жоқ.
Оның иығында шашау емес, тұңғиық жатқанын ешкім сезбеді. Жолда ол ағаштардың арасында өз киімдерін өртеп жіберді. Жұмыс киіміне, қолғабы мен етігіне қалған жанармайды құйып, соңғы айғақтардың отқа оранғанын бақылап тұрды. Енді ол сырттай қарағанда таптаза еді. Қылала абыр-сабыр күйіне енгенде ол үйіне жетті. Адамдар жұмысқа асығып, темір жол арбалары шыңғырлап, шәкірттер сабаққа жүгіріп бара жатты. Тіршілік тоқтаған жоқ. Бұл қалыпты өмір Қайсардың намысына тигендей көрінді. Әлемде осындай зұлымдық бар кезде олар қалайша күліп, басылымдар сатып алып, тәтті су ішіп жүр. Немесе ол зұлымдық енді жоқ па? Ол өз пәтерінің есігін кілтпен ашты. Үнсіздік. Жайы Жайна төркіннен осыдан 2 күн бұрын оралған еді. Ол ас үйде бір нүктеге телміріп отыр екен. Шәйнектегі су баяғыда сарқылып киіп кеткен. Қайсар кіріп, оған қарама-қарсы отырды. Әйелі көзін көтерді. Оның жанарында 10 адамға жететіндей мұң мен шашау бар еді. Ол күйеуінің қолдарына, жарылған саусақ буындарына және жарты жылдан бері алғаш рет кегіздеп ұшықпаған жүзіне қарады. Оның көзінде енді от жоқ еді. Онда мәңгілік, тыныш мұз орнаған. Мұз. Бітті ме? Деп сыбырлады ол. Небәрі бір ауыз сөз. Қайсар 1 минуттай үндемей отырды. Қабырғадағы сағаттың шықылы балға соққысында естілді. Бітті, деп жауап берді ол. Ол енді жоқ. Жайна кім екенін, қалай болғанын сұрамады. Ол тек бетін басып, еңіреп жылап жіберді. Бұл басқаша жас еді. Үмітсіздік емес, жеңілдік жасы. Кеудесін басып тұрған алып қара тас кенеттен құмға айналып, шашылып кеткендей болды. Партияның сыйлы мүшесі әрі бөлім меңгерушісі Әнуардың жоғалып кетуі назардан тыс қалмады. Бұл қарапайым жұмысшы аудандағы баланың жоғалуы емес еді. Жиі дүр сілкініп, тетіктері қозғалысқа енді. Іске төрешілер араласып, сарғыш көлікті де, адамды да іздеді. Қала ішінде түрлі қауесет тарады. Бірінен бірі өттен қисынсыз болжамдар айтылды. Әнуар көңілдес әйелімен бірге жылы жаққа қашып кетіпті, десті. Мемлекет мүлкін ұрлапты, десті. Тексеріс басталғанда оның шынымен де мекеме қаржысын жымқырғаны анықталды. Әнуар көрсетілгендей тек балаларға деген сұмдық махаббатымен ғана емес, сонымен бірге қазынаның ақшасын да жақсы көрген екен. Ең батыл болжам ас үйлерде сыбырлап айтылды. Батысқа қашқан тыңшы екен. Ешкім Қайсардан сезіктенген жоқ. Ол кім? Жай ғана жоңғылаушы. Аяқ астындағы шаң іспетті пенде. Жай ғана бұранда Әнуар сияқты дәу машинаны бұзалады дегенге кім сенеді? Тергеушілер жауды бәсекелестерінің, қылмыскерлердің немесе басқа лауазымды тұлғалардың арасынан іздеді. Әкелердің арасынан іздеу олардың ақылына да кіріп шықпады. 3 айдан соң Әнуардың ісі тоқтатылды. Ол ел мүлкін талан-таражға салып, заңнан қашып жүрген қылмыскер ретінде бүкіл одақтық іздеуге жарияланды. Партия өз мүшесінің өлтіріліп, қоқыс сияқты өртеніп кеткенін мойындай алмады. Оны ұры әрі қашқын ретінде тану әлдеқайда оңай еді. Масқара болса да, тірі масқара, өлі жанжалдан артық сананатын. Осылайша, Әнуардың есімі тізімдерден сызылып тасталды. Суреті құрмет тақтасынан алынды. Әйелі сырттай ажырасуға арыз берді. Ол мүлдем болмағандай ғайып болды. Жылдар өтті. Қайсар білетін ел іргесінен сөгіле бастады. Жиі өзгерді, одақ тарады. Басылымдар қанішерлер туралы ашық жаза бастады. Жұрт сол мақалаларды оқып, жағасын ұстап жатты. Қайсар оқыған жоқ. Ол зұлымдықтың ұлты да, саяси құрылымы да болмайтынын білетін. Олар Жайнамен бірге көшіп кетті. Әр бұрышы ақыркені еске түсіретін әлгі пәтерді сатып, қала шетінен адамдардан алысырақ пішкене үй алды. Үй тасырады. Жайна қайтадан күлімсірей бастады. Бірақ жанары мәңгілікке мұңды болып қалды. Олардың басқа балалары болмады. Қайтадан айырылып қалу үрейі
ұрпақ жалғастыру түйсігінен де күшті болды. Қайсар қартайды. Күні бойы бақшада айналысатын, үндемейтін қартқа айналды. Ол ешқашан мешітке барған жоқ. Оның құлшылық орны да, тозағы да өз ішінде еді. Әр жылы 14 қазанда ол шайын демдеп, оны нанмен жауып, қызының суретінің алдына қойып дұға бағыштайтын. Ол жасаған оның ісіне бірде-бір секунд өкінген жоқ. Егер бұл тозақтан қайта өту керек болса, ол өтер еді. Қыш сауытын 90-шы жылдары құрылыс материалдары үшін бұзып әкетті. Сарғыш көлік жатқан шұңқырды топырақпен толтырып, орнына көлікжай қауымдастығын салды. Тоннадаған топырақ астында 10 метр тереңдікте жатқан тот басқан көлік Әнуардың мәңгілік моласына айналды. Мақұлықтың қайда жатқанын ешкімде ешқашан білмейтін болады. 2000 жылдардың басында Қайсар ауруханаға түсті. Жүрек кінәрат берді. Жас дәрігер карта толтырып жатып, «Жиі уайымдайсыз ба? Күйзеліс болды ма?» деп сұрады. Қайсар мырс етті. «Өмір болды, дәрігер. Енді қазір заман тыныш қой», деді дәрігер қағаздан бас көтермей. 90-шы жылдар өтті. Тәртіп орнады. Қайсар терезеге бұрылды. Әйнектің арғы жағында қар жауып тұрды. Дәл баяғыдағыдай. Ол шындықты білетін. Тәртіп бұл жай ғана елес. Қара судың бетіндегі жұқа мұз ғана. Егер сол мұз сөгілсе, егер қараңғылықтан құбыжықтың қолы қайта шықса, тек өзіне ғана сенуге болады. Заң қағазға сиямен жазылған. Әділдік болса, қардың үстіне қанмен жазылады. Қайсар көзін жұмды. Қараңғылық ішінде ол аппақ шашбауы бар кішкентай қызды көрді. Ол күлімсіреп, оған қолын бұлғап тұрды. 20 жыл ішінде алғаш рет ол көмекке шақырған жоқ. Ол жай ғана күтіп тұрды. «Мен қазір», деп сыбырлады ол. «Әкең жақында барады».